Қайырлы күн, қымбатты менің оқырмандарым. Жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Егер мені алғаш рет тыңдап отқан болсаңыз, мен өзім отбасылық дәрігермін. Қазіргі таңда декреттемін. Осылай мен тұруыма да, негізі видео түсіруіме бір себеп, ол мына жерде кішкентай қызым жүр. Басқа менде обстоятельства болмай тұр, дегенмен де өзімнің біліміммен қазір сіздермен бөліссем, сіздерге айтсам, тым болмаса бір ата-анаға болса да осы температура жайлы қазіргі айтатын тақырыбым бір пайдасын тигізсе, мен үшін үлкен қуаныш болар еді. Сонымен ең бірінші бұл тақырыпты не үшін айтқым келіп отыр? Себебі осы жақында ғана 2 күн бұрын ата-ана звондады, консультация алмақшы болды. Сол кезде маған ибуфенді бердім, 10 минут өтті, бірақ әлі температура түспей жатыр, тағы не берсем болады, басқа свечалар бар ма, не істеу керек деп мен сұрақ қойды. Осы кезде мен оған айтқан болатынмын, балаға су беру керек, және денесін сылап, қосымша температураны түсіретін физикалық нәрселер жасау керек деп түсіндірдім. Содан кейін ойлап қарап отырсам, басқа ата-аналарға да бұл тақырып керек сияқты. Енді ең алдымен сіздерге жалпы температура деген не үшін ол көтеріледі, сол жайында айтқым келіп отыр. Қарапайым ғана температура деген жалпы ол организмнің қорғаныш реакциясы болып табылады. Яғни сырттан қандай да бір инфекция келген кезде организм сол инфекцияны өлтіру мақсатында не істейді? Температураны біртіндеп көтере бастайды. Нормада 36-37-ге дейін баратын болса, баланың нормальный температурасы. Енді сырттан инфекция түскеннен кейін біртіндеп ол инфекцияны өлтіру мақсатында температура градусы жоғарылай береді. Енді қараңыздар, не үшін керек? Мысалы, пример ретінде айтатын болсам, сіздер барлық әйелдерде қазір не істейді? Банка жабамыз, жаз мезгілі қазір. Банка жабатын кезде суды 100 градусқа дейін қайнатамыз, шәйнектің үстіне, сосын банканы жуып төңкеріп қоямыз. Неге? Біздің мақсатымыз шәйнектің ішіндегі инфекцияларды біз өлтіру болып саналады, микробтарды ыстық 100 градустағы бумен апарып, сол микробтарды өлтіру болып саналады. Осылай біз өлтіретін болсақ, кейін біз банканы жапқан кезде не істейді? Банкының ішінде микроб болмағасын, ұзақ уақыт сақталады. Ал егер олай жасамасақ, пук етіп бір күні банка атылып кетуі мүмкін. Яғни инфекцияның өлмегеннен ол, Енді біздің организмімізде дәл солай инфекцияларды жою үшін температураны солай көтереді. Бірақ енді 100 градусқа дейін бармайды. Біздің организміміз үшін 40-41 градустан сол градустың өзі кейбір адамдар үшін ол өте қолайсыз температура болып, органдарда қызметінің функцияларының бұзылыстарына алып келуі мүмкін. Сондықтан да біз ондай температура қатты көтеріліп бара жатса, оны түсіруіміз керек. Неге? Себебі инфекцияны өлтіре берсін деп отқанда бізге қажетті органдарды өлтіріп жіберуі мүмкін. Сонымен енді қай кезде біз температураны түсіреміз, біз байқадық. Мысал үшін, неден болды, неден көтерілді деп жатады. Білмейсіз, сіз серуендеп жүрген кезде қасыңыздан өткен адам түшкіріп өтсе, немесе ол түкіріп жерге түкіріп кетті ма, воздушно-капельным путем, яғни ауалы тамшылы жолмен инфекциялар, вирустар ол тарала береді. Сөйтіп сіздің далада серуендеп жүргенде сізге жұғуы мүмкін. Немесе подъездге кіріп баратсыз, шығып бара жатқан адам болуы мүмкін, көпшілік орындарға барады. Кез келген ортада жалпы міндетті түрде ол инфекциялар болады, одан қашып құтыла алмаймыз. Енді иммунитет түскен кезде сол инфекциялар шығады да, белгілі бір аурулар туындата бастайды. Енді қараңыздар, температура көтерілген кезде көбісі айтып жатады, бұл тістен ба, жоқ әлде ауырып тұр ма балам, соны түсінбей жатырмын деп. Тістен температура көтеріледі, ол да организмдегі иммундық реакция болып саналады. Бірақ сіз ойлағандай тістен температура 39, 38,5-39-40 градусқа дейін бармайды. Егер ондай болып жатса, демек міндетті түрде бір организмде қандай да бір вируспен немесе бактериямен күрес жүріп жатыр деген сөз. Сонымен ең бірінші айтатыным, температура көтерілсе, міндетті түрде әрбіріңіз өздеріңіздің участоктарыңыздағы жауапты дәрігерге хабарласып айтуларыңыз керек. Неге? Көп науқастар қазіргі кезде баланың температурасы көтеріліп жатыр деп дәрігерлерден онлайн консультация алғысы келеді. Осы жерде айта кеткім келеді. Онлайн консультация мен офлайн консультацияның айырмашылығы өте жоғары. Себебі сіз айтып отқан тек температура ғана болуы мүмкін. Ал дәрігер ретінде сіз көре алмай тұрған нәрсені
сіздің участогыңыздағы педиатрыңыз немесе терапевтіңіз келіп қарап, дәрігердің көзімен қарап басқа симптомдарды да анықтауы мүмкін. Сондықтан түрлі осложнениелерге жол бермес үшін міндетті түрде дәрігерге хабарласып, ауырып жатқан жөнінде хабарлама беру керек. Енді температураны түсіру жайлы айтайық. Температураны түсіру үшін парацетамол беріледі. Барлық жерде де парацетамол, бірақ оның мөлшері есептеліну керек. Балаларға, ересектерге беру үшін де міндетті түрде оны дене салмағына есептеп беру керек. Қанша? Мысалы, парацетамолды беретін болсаңыз, примерно 10-15 мг аралығындағы есепті аласыз. Максимально 15 мг на килограмм. Байқасаңыздар, кім білет, үйлеріңіздегі парацетамолды алып қараңыздар. Сыртында 500 мг деп тұрады. Детский парацетамол болса 200 мг деп тұрады. Ибуфеннің сыртын алып қараңыздар. 100 мг қасында сызықша 5 мл деп тұрады, например. Сосын тағы не бар температураны түсіретін? Ибуфеннің екінші түрі бар, мысалы 1 жастан жоғары деген. Олардың сыртында 200, мынандай дроп таяқша тұрады да 5 мл деп тұрады. Олардың барлығы құрамындағы парацетамолдың және ибупрофеннің деңгейін көрсетеді. Енді парацетамолды беретін болсаңыздар, дене салмағына міндетті түрде есептеу керек деген түсініңіздер. Себебі передозировка деген нәрсе бар. Артығымен беріп қойса, ол да организм үшін зиян болады. Енді қараңыздар, мысалы, балаларға ибуфенді берді дейік. Жаңағы ата-ананың жағдайында айта кетейін. Ол баласына ибуфенді берді, 10 минуттың ішінде температура түспеді деп ол шулап, уайымдап жатыр. Ол әйелдікі дұрыс, былайша айтқанда. Неге? Әрбір ата-ана тревога соғатын уақытты білу керек. Температура түспей жатыр, не істеймін деген. Егерде ой бердім, наверное, қазір түседі деп спокойно отыра берсе, тоже осложнениеге алып келуі мүмкін. Сондықтан жағдайды всегда дәрігерге айтып отыру керек. Енді қараңыз, бердіңіз дәріні, артынша мынандай кесеге аласыз, жылы суды аласыз. Содан кейін барып, бала 2 кесені әкеп қойыңыз қасыңа. 1 кесенің жылы суды баланың аузына 5 минут сайын 2-3 мл-ден аузына 10 минут сайын міндетті түрде жидкость беріп отыру керек, су беріп отыру керек, немесе компот беріп отырсаңыздар болады. Ең бастысы бала жидкостьті жұтып отыру керек. Себебі қызған кезде не істейді? Мысалы, пеш қызған кезде оның үстіне суды төксеңіздер, суды кейбір жерде буландырып ұшыр жерді ғой. Вот сол сияқты температура көтерілген кезде де организмде жидкостьті жоғалтады. Сондықтан қайта-қайта суды беріп, температура түскенше міндетті түрде ішке жидкость беріп отыру керек. Екінші айта кететін нәрсе, суды аласыздар да 5 минут сайын бала қолыңызға осылай сулап алып, міне баланың маңдайын осылай жағасыз. Өзі күйіп тұрады баланың маңдайы. Осынан жаққаннан кейін буквально 1-2-3 секундтан кейін қарасаңыздар, уже жаймендеп салқындай бастайды. Мына судан кейін. Енді 5 минуттан кейін қарасаңыз, температура қайтадан маңдай қыза бастайды. Осы кезде осылай суды алып, қолдарыңызға жағып жылы суды, сосын маңдайына жағуларыңыз керек. Одан кейін мына желкесіне жағуларыңыз керек. Жалпы мына омыртқаның бойы бар ғой, омыртқаның бойын сылайсыздар, арқасын. Неге? Себебі мына омыртқаның ішінде бұл не бар? Жұлын бар. Бастың ішінде ми бар. Ең көп жаңағы суды қолданып, қызметтің біздің каждый функцияларымызды реттеп отыратын, ол біздің ми орталығымыз болғандықтан, сондықтан миды, жұлынның бойын қатты біз қорғауға тырысуымыз керек. Сол кезде біз осылай сылау арқылы температураны түсіруге көмектесеміз, плюс суды іргедің алдын аламыз. Одан кейін тек қана бұл маңдайды, арқаны ғана емес, сонымен қатар мойындарды сылайсыздар. Одан кейін баланың қолтық аймағын сылайсыздар. Неге? Себебі мына қолтық аймағында лимфа түйіндері бар. Олар температура көтерілгенде тез қызмет атқарып жатады. Қорғаныш клеткаларын көп өндіреді. Сол кезде соларды да қолтығына жағып қызуын түсіресіздер. Одан кейін ішіне жағасыздар. Температурасы бар баланың именно ішін ұстап көрсеңіздер, қатты қызып тұрады. Себебі мына ішек бар ғой, ішек. Малдың ішегін тазалап көрген ата-аналар бар шығар, иә? Сол біз не істейміз? Ішектің бойын тазалап атқанда бездерді алып тастап отырамыз, иә? Мынау керек емес деп. Ол лимфа түйіндері олардың барлығы. Тоже ішекте лимфа түйіндері көп болғаннан кейін ол защитная функцияны максимально қосады да, и іш тоже қызып тұрады. Сондықтан да оны да
сумен сылап ішін салқындатуымыз керек. Іште орналасқан көптеген органдар бар, оң жақта мысалы үшін бауыр бар, көк бауыр бар, асқазан бар, ішек бар, соның барлығын біз салқындатуымыз керек. Одан кейін тағы айта кететін нәрсе, енді ересек адамдарда өздері білет деп ойлаймын, температура көтерілсе көп адамдарда андай белдері ауырып кетеді. Тура сол сияқты мейлі ересек адам болсын, кішкентай бала болсын, температура көтерілген кезде осы бел аймағында жылы сумен сылап қою керек. Сосын тізенің арты, жалпы аяғы және табанның асты, осылардың барлығын қайта 5-10 минут сайын сылап отыру керек. Осы кезде температураны түсіруге өздеріңіз қосымша көмектесесіздер. Енді мынау кейбір ата-аналар температураны түсіретін судың ішіне кейбіреулер спиртпен сылайтындар бар, уксус қосып сылайтындар бар, сумен араластырып уксусты сылайтындар, спирт қосып араластыратындар бар. Ондай нәрсе жасауға болмайды. Неге десеңіздер, терімізде біздің көптеген поралар бар, нүкте. Сол поралардан ішке қарай еніп интоксикация жүруі мүмкін организмде. Мысалы, арақ ішкен адамдардың сөйтіп мас болып қалады ғой, тура сол сияқты балалардың да орталық жүйке жүйесіне ол кері әсер беруі мүмкін. Сондықтан спиртпен ни в коем случае сыламаймыз. Сосын тағы нәрсе айта кететін, температура көтерілгенде ешқандай қой, тағы бір нәрсе деген нәрселерді, қойдың майы, тағы бір майлар дегенді жақпайсыздар. Неге? Себебі организмде мынандай температураны өндіреді да былай организм. Сосын оны сыртқа шығарады. Шыққан кезде мына біздің пораларымыздың бәрі ашық болу керек. Пораның бәрін бітеп, сыртын бәрін терілерді маймен сылап бітеп тастайтын болсаңыздар, сыртқа ыстық шыға алмай қалады да, и внутренний температура көтеріле береді да, органдардың бәріне оның барлығы зиян. Жалпы бүгін қысқаша ғана температура жайлы айтқым келген ақпарат осындай. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.